Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, үкіметтің кеңейтілген отырысында ел президенті біраз ілкімді істерді алға тартып, біраз тапсырмаларды да шегелеп берді. Ендеше бүгін біз сыбайлас жемқорлыққа арнамақпыз сұхбатымызды, және ол тақырыпты тарқату үшін студиямызға арнайы шақырған қонағымыз да бар. Таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямыздың төрінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа тетіктері тақырыбының аясында Салауат Сыйлыбайұлы Мүксімов, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары. Қош келдіңіз. Рахмет. Үкіметтің кеңейтілген отырысын президенттің қатысуымен көрдіңіз өзіңіз. Одан кейін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да барынша ақпараттандыру жұмысы жүргізілді. Сіздерге қатысты мәселелерді бүгін жіп кетізейікші. Қазір мен қателеспесем, Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне өткен жылы, 2025 жылы президенттің жарлығымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыру функциясы мен өкілеттігі берілген еді. Қазір енді 2026 жылға аяқ бастық. Осы жылы бұл өзгеріс сыбайлас жемқорлық күрестің жаңа моделін қалыптастыруға мүмкіндік беріп отыр ма, және бүгінгі таңда бұл мәселе қаншалықты ауыздықталып отыр? Сұрағыңыз өте орынды. Өткен жылдың сол бел ортасында осы негізгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты атқару, осы салада превенция функциясын жүзеге асыру. Қазір көрерменге түсінікті болу үшін айтып кетейікші, превенция функциясы деген не, қарапайым? Превенция функциясы дегеніміз бұл алдын алу. Алдын алу. Жемқорлықтың соған алып келетін себептерін, тәуекелдерін жою. Сол себепті жалпы саясат оның салдарымен емес, негізгі себептерімен күресу. Бұл қазіргі таңда президенттің бекіткен жемқорлыққа қарсы саясаттың тұжырымдаманың бірден-бір басымдығы. Сол себепті бұрын соңды өзіңізге белгілі, бұл саясатты сол саладағы жемқорлықты әшкерлейтін, тергейтін және жалпы сол жемқорлыққа барған азаматты сотқа апаратын, бұл айтқанда құқық қорғау органы жемқорлыққа қарсы қызмет атқарды. Енді жалпы әлемдік тәжірибеде алдын алу саясатын, превенция жұмыстарын бұл құқық қорғау органдарын атқармайды. Себебі құқық қорғау органдарының негізгі мақсаты бұл осы алдын алу мәселесімен үйлеспейді. Ол өзара іштей қарама-қайшылыққа келеді. Себебі негізгі тұрған олардың алдындағы мәселе бұл мейлінше осы тұрғыдағы сот тергеуін тиімді түрде атқару. Егерде ол екінші қолымен оны алдын алып, оған баратын азаматтарды және тәуекелді себептер мен жағдайларды жоятын болса, әрине ол қарама-қайшылыққа келеді. Сол себепті мен ойлаймын, жалпы мемлекеттік басқаруда өткен жылы үлкен осындай реформа қолға алынды. Агенттікке неге өтті деген ол функция басты назарда болады. Себебі агенттік жалпы мемлекеттік қызметке салаға HR қызметіне елдегі. Қазір енді оның жалпы көлемі кеңейіп келетір. Өздеріңізге белгілі, біз мемлекеттік органдарға тәуелді, солардың қарамағындағы ұйымдардың да қазіргі HR процестерін реттеудеміз. Сол себепті жалпы агенттік өткені өте қолайлы жағдай жасады деп есептейміз. Себебі осы жерде этикалық бақылау агенттік құзыретінде, ал этика жағдайы бұл қалай болғанда да ертең бүгін болмасын жемқорлыққа апаратын мәселе ғой. Сол себепті этика бар, мемлекеттік қызмет саласының бақылауы. Қазіргі уақытта 90%-дан астам мемлекет пен азаматтың арасындағы қарым-қатынас бұл мемлекеттік қызмет көрсету саласында. Госуслуги деп айтамыз ғой. Сол себепті агенттік жалпы осы мемлекеттік басқару жүйесінде осыған қадағалау жүргізетін, шағымдарды қарайтын бірден-бір орган. Сол себепті осының барлығын есептеп келгенде жемқорлыққа қарсы саясат, оны жалпы алдын алу, елімізде жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру функциясы жақсы үйлесімді өзінің орнын тапты деп есептеймін. Әрине қазір нәтижені айтуға ерте,
бірақ негізгі себептер осы функцияны беру осыда деп білеміз біз. Цифрландыру қазір біздің өмірімізге етене араласып жатқанда, мемлекеттік қызметтер барынша цифрланып жатқанда, жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу барынша қиындады демей ақ қояйық, дегенмен жүк ауырлай түскен іспетті, себебі тек қана қолмен жасалған емес, бұл жерде электронды жасалған қылмыстарды да әшкере ету сіздердің қазір басым міндеттеріңіз. Осы ретте этика деп қалдыңыз, мәдениет деп қалдыңыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда мемлекеттік қызметкерлердің арасында, жалпы қоғам арасында сіздердің тараптарыңыздан қандай ілкімді істер атқарылып жатыр қазіргі күні? Сөзіңіз өте орынды. Жалпы біз қазіргі уақытта мынау халықаралық деңгейдегі жемқорлықтан бос қоғам деп алған алдың қатарғы елдер, мынау Скандинав елдері, Батыс Еуропа елдері, тағы басқасын алсақ, негізі осы саладағы уәкілетті органда жоқ оларда. Оған тиесілі салалық заңнама да жоқ. Негізгі мынау зерттеулердің жалпы қорытындысы, бұның қандай сиқыры бар деген сұраққа, бұл қоғамның жемқорлыққа деген төзетпеушілігі, оны қабылдамауы, оған қарсы тұруы. Жалпы алғанда нөлдік деңгейде төзбеушілік болып тұр ғой. Нөлдік деңгейде төзетпеушілік, жалпы алғанда қоғамның соған тиесілі жоғары мәдениеті. Демек, біз білеміз, қазіргі уақытта адамның күнделікті тұрмыс тіршілігіне, әр жасаған қадамына тек заңда көзделген талаптар ғана жетелемейді. Одан бөлек әлеуметтік басқа да нормалар бар ғой. Ол моральдық нормалар, дәстүр, ұлттық құндылықтар, отбасылық құндылық, отбасыда алған тәрбие, мектеп немесе жоғарғы оқу орнында алған тәрбие. Тіпті балабақшадан да бастауға болатын шығар бұны. Ол да дұрыс айтасыз. Сол себепті президент алға қойып отырған негізгі басымдылық осы жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру қағидаларымен тұспа тұс келеді. Адал азамат, мысалы. Адал азамат дегеніміз кім? Ол ең алдымен өзінің ары таза, оған оны сатпайтын, өзінің мүдделеріне берік, сол отанын алға қоятын азаматтар, нағыз патриоттар ғой былай алғанда. Сол себепті тек құқықтық нормаларға осыны сүйеп қойып, оның тиімді тұстарын іздеп, халықаралық стандарттарды енгіземіз деп бір жақты жүру ол қате әрине. Сол себепті біз бұған барлық қоғам өкілдерін тарту керекпіз. Бұл отбасы, өзіңіз айттыңыз банағыда, негізгі қоғамның банағы ячейкасы ретінде. Әрине, мектеп қабырғасы, жоғарғы оқу орындары, олардың өзінде жалпы мынау қазіргі таңда әлемдік тәжірибеде кең тараған банағы академиялық тазалық деп айтады, академическая честность, адалдық. Ол тек оқу процесінің банағы адалдық емес, тазалық емес. Ол жалпы сол қарым-қатынастағы, сол деңгейдегі баланың тәрбие алып оқу барысында сол неге алдамшы болмауы, өзіне берік, шынайы болу, соның барлығы осы ұғымды құрайды. Оны біз университеттердің барлығында таратып, қазіргі уақытта 30-ға жуық жоғарғы орындары осы агенттік бастағалы, агенттіктің төрағасы Дархан Медеғалиұлы Жазықбай мырза осы өткен жылдың желтоқсан айында мынау Нарикбаев университет қабырғасында негізгі сол адалдық алаңы жобасының алаңында барлық жоғарғы оқу орындарын, колледж мектеп директорлерін, мектеп директорлері бар, 2 министрлік бар осыған жауапты. Соның барлығын басын қосып, негізгі осы жұмыстың біз бағыттарына түрткі бердік.
Балабақшаларда қазір адал азамат біртұтас тәрбие деген үлкен бағдарламаның аясында бала тәрбиеленіп жатыр. Егер әрбір бала өсіріп отырған азамат үйіндегі кішкентай баласына біреудің затын алуға болмайды, ол біреудікі апарып қой деген сияқты қарапайым мысалдармен күнделікті айтатын болса, ертеңгі күні ол өскен кезде біреудің жатына жоламайтындай, жай жатқанды басып қалатындай, оның пиғылы болмайтындай азаматты өсіріп, қазіргі біздің президентіміз айтып отырған адал азамат қағидасына сай ұрпақ тәрбиелейтініміз шүбәсіз. Халықаралық тәжірибе демекші, қандай нақты шетелде болып жатқан, шетел қолданып жатқан осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы тәжірибелерді біздің елімізге енгізіп жатырмыз? Қазіргі уақытта Қазақстан Грека ұйымының мүшесі. Бұл Еуропа кеңестігінде бірден-бір осы жемқорлыққа төтеп беретін ұйым. Соның мүшесі бола отыра, біз ол ұйымнан ең басты не аламыз? Бұл жыл сайынғы олардың беретін біздің құқықтық жүйемізді зерттей келе өздерінің ұсыныстары. Қазірдің өзінде 27-ге жуық ұсыныс бар, бірінші, екінші раунд деп аталады. Осы жылдың наурыз айында Қазақстан сол Францияда өтетін жиынға қатысып, ұсыныстарды қалай орындағанын, атқарғанын, қандай шаралар қабылданғанын әрине атап өтіп, осы тұрғыда тағы да консультация жүргізеді. Одан бөлек, Европада әйгілі экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы деген бар. Бұлай қалың ортаға ОСР деп белгілі. Олар да Стамбул жоспар аясында да үлкен Қазақстанға өзінің ұсыныстарын берді. Жемқорлыққа қарсы тетіктерді қалай ашуға болады? Ол көбіне құқық органдарының жұмысына байланысты, жалпы біздің қылмыстық процеске байланысты, сот тәуелсіздігіне байланысты, одан әрі жемқорлық фактілерін әшкерлеп, ол туралы мәлімдейтін азаматтардың қорғалуы, тәуелсіздігі, одан бөлек мүдде қақтығысы деген бар біздің құқықтық жүйемізде. Демек, оның қызметтік мүддесі, жеке мүддесімен араласпау керек. Осы жағдайларды біз әрине білеміз. Бірақ құқықтық тұрғыдан оны әшкерлеу тетіктері, дәлелдеу, оған тұрақты жүйе қалыптастыру. Осы жерде әрине осы елдердің тәжірибесі бізге өте қызық. Қазіргі парламенттегі бірнеше пакет өзгерістер жемқорлыққа қарсы күрестегі агенттіктің ұсынып отырған. Осы мүдде қақтығысына арналады. Мүдде қақтығысында мысалы жақын туыстардың субъектілері әшкерленген, айқындалған. Одан бөлек басқа да негізгі аффилирован деп айтамыз ғой енді, мүдде қақтығысына келетін басқа да тұлғалар бар. Соның кеңістігін кеңейту, тағы басқа жұмыстары қазір қолға алған. Және мүдде қақтығысының да әлемдік тәжірибеде түрлері бар. Бізде өкінішке орай құқықтық жүйемізде ол тек бір санатта, бір ұғыммен ғана түсініктеледі. Ал оны жіктеп, түрлеп, әрқайсысына тиесілі құқықтық режим қалыптастыру, ол осы жұмыстың тиімді түсуіне ықпал жасау деген. Шынымен жемқорлық жасап, болмаса біреудің ала жібін аттап, мемлекеттік қызметте жүрсе де, жалпы жаңағы мүдделер қақтығысына келеді. Осындай мәселелерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік әшкерелеген адамдарды әлеуметтік желі арқылы көрсету арқылы сіздер проактивті түрде бұндай қылмысқа бармауға үгіттейсіздер. Және осындай сізбен біз құрған сұхбат сияқты арналардағы шығып жатқан әртүрлі бағдарламалар арқылы да ақпараттандыру жұмысын барынша жүргізген абзал. Себебі әркім үйде отырып баласына тыйып отыруға болмаса, жолдасына ескертіп отырғаны абзал. Себебі барлығы отбасынан басталады, күнделікті тұрмыстан басталады. Көп рахмет, еңбектеріңіз елене берсін. Сұхбаттың барысында мен сізден сұрамай, бірақ сіз айтам деп оқталып келген, қалып қойған ештеңе жоқ па? Барлығын айттық. Қоса айтарым болса, енді бұл әрине жемқорлық тәуекелдері бұл құқықтық актілер де болады. Өкінішке орай мемлекеттік басқару шешімдерінде де болады. Оған терең талдау, мониторинг жүргізу ол агенттіктің құзыреті. Сол себепті бізде қазіргі уақытта 22-ге салада жасалған түрлі талдау қорытындылары бар. Оның барлығын құқықтық деңгейде шешіп, оған жол бермеу біздің мақсат. Көп рахмет. Сайып келгенде
әр нәрсе жауапкершілікке келіп тіреледі. Отбасындағы бала тәрбиелеп отырған ата-ана бала үшін жауапкершілікті сезінсе, мемлекеттік қызметтегі шенеунік жұмысы үшін және мемлекеттің алдындағы жауапкершілікті сезінсе, бұндай жемқорлық әрекеттері біршама азаятыны сөзсіз. Және жаңа Конституцияның жобасында да бұл мәселелер талқыланатыны шүбәсіз сенеміз. Көп рахмет сізге. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасалып жатқан ілкімді істерді жіпке тіздік. 24 KZ арнасы әр шаңырақта қосулы болсын, аман болыңыздар.